Қазақстандықтардың жеке деректерін сатумен айналысқан қылмыстық топ құрықталды. Құрамында 140 қызметкер бар білдей бір мекеме Шымкенттің қақ ортасында алып кеңседе отырған екен. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер министрлігі қызметкерлері арнайы жасақпен кеңсеге кіргенде жұмыс қызу жүріп жатқан. Электронды техниканың түр-түрі мен 400-ге жуық компьютері бар ұйым мемлекеттік базадан азаматтардың жеке деректерін алады екен. Оны қандай жолмен және кімнің көмегімен жасайтындарын тергеу анықтауы тиіс. Кейін ол ақпараттар коллекторлық компанияларға қып-қызыл ақшаға саудаланған. Жеке деректері телеграм арқылы таратылыпты. Ұйымға жетекшілік жасаған 5 күдікті қамауға алынды. Кеңседегі техниканың барлығы тәркіленген. Ақпараттық жүйеге заңсыз қол жеткізу, жеке өмірге қол сұғу, шектеулі электронды ақпаратты заңсыз тарату баптары бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қатысы бар адамдардың толық шеңбері анықталуда. Ішкі істер министрлігі азаматтардың цифрлық қауіпсіздігін бұзатын, құқыққа қарсы әрекеттердің жолын кесу және жеке деректердің таралуына жол бермеу бағытындағы жүйелі жұмыстарды жалғастыруда.